Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы металдарды коррозиядан қорғау. Бүгінгі тақырып бойынша біз коррозия ұғымы, коррозияның түрлері, металдарды коррозиядан сақтаудың әдістері және коррозиядан қорғау туралы білетін боламыз. Жоспар бойынша біз бүгін металдардың коррозиясын, оның ішінде химиялық коррозия, электрохимиялық коррозия, металдарды коррозиядан сақтаудың негізгі әдістері және коррозиямен күресу жолдарын қарастырамыз. Неге металдар коррозияға ұшырайды және одан металдарды қалай қорғауға болады деген сұраққа жауап берейік. Алдымен коррозия ұғымын қарастырайық. Коррозия деп металдардың сыртқы орта әсерінен өз бетінше бұзылуын немесе шіруін айтады. Коррозия сөзінің өзі латын тілінен шыққан. Коррозио бұзылу, бүліну, желіну деген мағынаны білдіреді. Ең үлкен шығынды металдар коррозиясы әкеледі. Себебі осы коррозияның әсерінен металдар мен қорытпалардың қасиеттері мүлдем өзгеріп, бүліне бастайды. Дүние жүзінде жыл сайын бірнеше мың тонна қорытпалар мен металдардан жасалған приборлар мен жабдықтар және әртүрлі бұйымдар коррозия процестерінің салдарынан тат басып шығын болады. Коррозияның бізге таныс және ең көп таралған түрі темірдің тат басуы. Осы темірдің тат басуына байланысты келесі бейнеролигімізді тамашалайық. Темір кең қолданысқа ие құрылыс материалы болып есептеледі. Темір коррозиясы өте күрделі мәселе, себебі ол орасан зор экономикалық шығын келтіреді. Темір мен болат коррозиясы ауадағы оттек пен ылғалдың әсерінен болады. Темірдің оттек пен су арасындағы реакциясының күрделі өнімі бірнеше су молекулалары бар гидратталған темір оксиді. Бұл қосылыс темір мен болат бұйымдардың бетінде борпылдақ, қоңыр түсті көбінесе тат деп аталатын тұнба түзеді. Тат қалай түзіледі? Су мен оттек қатысында темір атомы электрондарын жоғалтып, темір катионына айналады. Босаған электрондар оттекті су молекулаларының қатысында гидроксид иондарды түзе отырып, тотықсыздандырады. Бұл иондар темір катиондармен әрекеттесіп, темір 2 гидроксидін түзеді. Ол бірнеше өзгеріске ұшырап, ақырында таттың түзілуіне жауапты гидратталған темір 3 оксидіне айналады. Жоғарыда айтылғанды қорытындылай келе, темірдің коррозия процесін темірдің таза оттек немесе ауадағы оттек пен су қатысындағы гидратталған темір оксидіне айналуы ретінде сипаттауға болады. Металдан жасалған бөлшектер мен бұйымдар және әртүрлі конструкциялық жабдықтардың оларды қоршаған ортамен әрекеттесуінің әсерінен бұзылу механизміне байланысты коррозия процестері екі топқа бөлінеді: химиялық және электрохимиялық. Химиялық коррозия деп отырғанымыз бұл электр тоғы пайда болмай, таза химиялық реакциялардың нәтижесінде металдардың бұзылуы болып табылады. Мысалы, келесі көріп отырған химиялық реакциялардан көруге болады. Яғни химиялық коррозия дегеніміз химиялық реакция заңдары бойынша өтетін металдардың құрғақ газдармен немесе сұйық бей электролиттермен әрекеттескендегі олардың өздігінен бүліну процесі болып табылады. Металдың сұйық газдармен, оның ішінде ауамен, отынның жануынан газ тәріздес өнімдермен жоғары температурада әрекеттесу кезінде газдың химиялық коррозиясы жүзеге асады. Электрохимиялық коррозия. Бұл металдардың электролит ерітінділерінде өзгеріске ұшырауы. Яғни коррозияның бұл түрі металдан жасалған қондырғылардың электролитке батырылып тұруы шарт емес. Ол ауадағы су буында еріген газдар химиялық әрекеттесу нәтижесінде түзілетін электролит әсерінен де пайда болатын коррозия түрі. Келесі металдарды коррозиядан сақтау тәсілдері. Қазір ғылым мен практика коррозия процесін шектеудің, азайтудың, тіпті мүлдем болдырмаудың көптеген әдіс тәсілдерін ұсынады. Жалпы алғанда коррозиямен күресудің бірнеше бағыттары бар. Коррозия электролит ерітінділерінде өтеді. Ол белсенділігі төмен металдардың қатысуымен күшейе түседі. Электрондардың ауысымен микротоктың пайда болуымен жүреді. Тотықтырғыштар, яғни электролиттердің гидраттанған ионы, мысалы тасымал құбырлардың, рельстердің, кеме корпусының әртүрлі металдан жасалған конструкциялардың желінуі.
жоғары температурада бейэлектролит тотықтырғыштардың әсерінен бүлінеді. Тотықтырғыштар оттегі, хлор, күкірт оксиді және басқа да газдар, әртүрлі отын түрлері, су буы болуы мүмкін. Мысалы, іштен жанатын қозғалтқыштардың, химиялық құрылғылардың, энергетикалық қондырғылардың, электр станцияларындағы құбыр тетіктерінің желінуі. Металдардағы коррозияны болдырмау мақсатында металл құрамына коррозияға ұшырамайтын құраушылар енгізіледі. Осындай әдіспен таттанбайтын болаттар алынады. Металл бетін бояу, лактау, оған эмаль жалату, сақтандырғыш май жағу, металл бұйымды мырыштау, никельдеу, кадмийлеу, хромдау, күміс және алтынмен қаптау арқылы коррозияға қарсы қорғаныс жасау әдісін қолданады. Бетон және темірбетон коррозиясы сыртқы жебір ортаның әсерінен бетонның және темірбетонның босап бұзылуы, яғни мүжілуі немесе коррозиясы. Су және су ерітінділері бетон арқылы өткенде, бетон құраушылары мен арматуралар өзара әсерлесуінен бетон мен темір бетон коррозияға ұшырайды. Қорғану тәсілі. Коррозияға төзімді материалдар, цементтер, толтырғыштар, тығыздығы жоғары бетон қолдану, бетонның төзімділігін, су өткізбейтін құрамын, арматуралардың қорғаныс қабатының қалыңдығын арттыру, сыртын сырлап немесе үлпек, яғни пленка жапсырып, бетонның сіңіргіштік қабілетін әлсірету, тағы басқа қаптауларды қолдану арқылы коррозиядан сақтауға болады. Сонымен металдарды коррозиядан сақтаудың негізгі әдістеріне мыналар жатады. Яғни қорғайтын қаптама қолдану, коррозияға төзімді құйма дайындау, қорғаудың электрохимиялық әдістері, орта құрамын өзгерту. Келесі, коррозиямен күресу жолдары. Бірінші, ингибиторлар қолдану. Ингибиторлар деп отырғанымыз бұл зиянды химиялық реакцияларды тірі организмдегі ферменттер активтігін, өсімдіктердің өсуін тежейтін табиғи және синтетикалық заттар. Екінші, қорғаныс қабықшаларын пайдалану, яғни бояу, лак, эмаль, пластмасса, май жағу болып табылады. Үшінші, коррозияға төзімдірек металдармен қаптау, никельдеу, хромдау, цинктеу. Катодтан қорғау әдісі. Яғни катодты қорғау дегеніміз сыртқы тоқ көзімен іске асатын катодты поляризация арқылы негізделген электрохимиялық қорғаудың бір түрі. Яғни катодты қорғау кезінде жер асты және су астындағы металдарды немесе жабдықтарды коррозиядан қорғайды. Катодты қорғау мұнай-газ саласындағы ұңғыларды, құбырларды, резервуарлар мен платформаларды коррозиядан қорғауды қамтамасыз етеді. Құбырлар изоляциялау шарттары болған кезде катодты қорғалады. Анодты жайтартқыштар әлсіз ірілегірленген шойын мен болаттан, магнетит, темір кремнийлі құймалардан, графитті материалдардан болғанда ғана іске асатын қорғау түрі болып табылады. Электрохимиялық қорғау. Электрохимиялық қорғау ол металдарды электрохимиялық коррозиядан қорғаудың ең тиімді тәсілі болып табылады. Кейбір жағдайларда лакты жабындарды немесе қаптамалы материалдарды жаңарту мүмкін емес. Сондықтан біз электрохимиялық қорғауды қолданамыз. Коррозиядан қорғау әдістеріне мына әдістер жатады. Электрохимиялық қорғау әдістері металдарды жаңа конструкциялық металдармен алмастыру, қоршаған ортаның құрамын өзгерту, қорғаныш қабаттарын қаптау, яғни бейметалдық және металдық, және жемірлеуге тұрақты құймалар алу болып табылады. Қорытынды. Өтілген материал бойынша кластер құрастыру керек. Коррозия сөзімен байланысты ұғымдарды жеке сөздер немесе сөз тіркестері арқылы көрсету. Мысалы, металдардың бүлінуі, зиянды процесс, тотығу, тотықсыздану реакциясы. Сіздерге коррозия және коррозиядан қорғау сөздері берілген. Өздеріңіз көріп отырғандай, бекіту сұрақтары мен үй тапсырмасы берілген. Осы тапсырмалар бойынша сұрақтарға жауап беріп, үй тапсырмасын орындап келеміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.